Сәлем, мен Маринамын. Жасым 15-те. Және мен жаңбырды басқара аламын. Кішкентай кезімнен бастап мен өте ерекше болдым. Менің шашым өскен кезде анам қатты таңырқады, себебі шашым түсі сұр түсті болды. Мұны анам көрген кезде мұңаятын және оған өзін кінәлайтын. Менің ойымша, біздің отбасыда менен жасыратын бір құпия бар сияқты. Былтырғы жазда менің басымнан таң қаларлық жағдай өтті. Мен үйге бара жатқанымда біреу менің жап-жаңа телефонымды ұрлап кетті. Мен қатты мұңайдым. Тіпті ұрлықшының артынан қуаламадым да. Тек отырып алып қатты жыладым. Қатты жылағаным сонша жауып бастаған жаңбырды да байқамадым. Бұл мен үшін ең жаман күн болды. Мен мүлдем жылауды тоқтатпадым. Жаңбырды тоқтамады. Сол тұра түсіме бір қыз кірді. Шашы дәл менікіндей, маған қатты ұқсайды. Бірақ менің көзім жасыл, ал оныкі көк түсті болды. Бір күні оны досы сатып кетті. Ол да қатты жылады. Сол кезде оның айналасында үлей дауыл болды. Таңертең мен ауа райының бұзылғанын көрдім. Тіпті қаламызды су басқанын білдім. Ал Киевте көп ағашты ұшырып әкеткен үлей дауыл болыпты. Қызық, ол кезде қайнаған жаз еді ғой. Көп созбай мен өз сұрағыма да жауап таптым. Біз достарымызбен көлге бардық. Ыстық, керемет күн болатын. Және көңіл күйім де күшті еді. Соған қоса бізбен бірге менің жақын досым Андрей деген бала да болды. Біз ойнадық, күнге қыздырындық. Бірақ бір кезде мен оны құрбым Софияны жақсы көретін білдім. Менің көңіл күйім лезде түсіп кетті. Мен іштей қызғаныштан жандым. Сол кезде аспанды бірден бұлт басып, жаңбыр жауып, найзағай ойнады. Барлығы жағажайдан алшақ кетті, тек мен қалдым. Маған ауа райы мүлдем әсер етпеді. Олар менің дәл көңіл күйіме келді. Оны мен өзім шақырғандай болдым. Мен қатты, тіпті одан әрі жылдана бердім. Мен ашуланған сайын жауын-шашын да күшейе берді. Кенет бұл жаңбырды мен шақырдым ба деп ойладым. Иә, бір түрлі ой. Бірақ телефоным жоғалған кезде есіме түсірдім. Мұны тексеріп көрейін дедім. Мен барынша жындағанымды қойып, жаңбырды тоқтатуға тырыстым. Найзағай бір жарқылдап кетіп қалды. Мен оны ойымның көмегімен тоқтатқаныма қуандым. Күн дәл маған түсті. Мен үйге келіп болған оқиғаның барлығын анама айтып бердім. Ол әрине де маған сенбеді. Түнде маған түсіме алдындағы қыз қайтадан кірді. Бұл тағы үлей дауылдың ортасында болды. Бұл маған жаңбырды басқаратын қасиетімді еске салды. Мен тұрғаннан кейін бәрін түсіндім. Сосын анама барып шындықты айтпайынша қасынан кетпеймін дедім. Соңында анам мені алдай алмайтындығын түсінді. Маған анам барлығын айтты. Сөйтсем, менің егізім бар екен. Оны менің кішкентай кезімде алып кеткен. Настя кеткеннен кейін менің шашым сұрлана бастаған. Бұл мүмкін емес. Бір кезде есік қағылды. Ол менің егізім болды. Ол мені тапқан екен. Сөйтсем, ол да мен жайында түстер көріпті. Ол да ауа райын басқара алады екен. Дәл сол жаңалықтан кейін Киевтегі дауылды егізім жасапты. Достар, егер де видео ұнаса, маған лайк басып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Және маған 1000 подписчик жинап бергендеріңіз үшін көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.